Премьер-министрдің жауабы бізге осындай жаңағы 3 ай бойы жәрдемақы төлеу деген қайдан алды? Сіз ол кісінің кім екенін білесіз ба? Заңнаманы білесіз ба? Отыр деп айтатын ол сіздің қызметіңіздегі сіздің аппараттағы адам емес қой. Бізде сөйлегіміз келеді, бізде халыққа көмектескіміз, болысқымыз келеді. Енді не істейміз? 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 Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі талқылайтын, бүгінгі әңгімеміздің өзегі бұл маслихат. Маслихат депутаттары, маслихат депутаттарының құзыры. Маслихат деген кезде тек қана маслихат емес, мынау маслихаттан ары қарай жалпы мәжіліс депутаттарына дейін бүгін барып қайтайық деп отырмыз. Сондықтан әңгімемізге бүгінгі талқылауға қатысып отырған азаматтар, мына әріптесім Серік Сәрсенұлы, екінші қонағымыз Олжас Елтайұлы. Осы әріптестерімізбен бүгін біз мына маслихат депутаттарының жұмысын талқылаймыз. Маслихат депутаты әкімнің шешімдерін, әкімнің облыстағы әкімнің айтқандарын жүзеге асыратын нотариалды палата, нотариалды орган деген елдің алдында сөз бар. Еліне жанашыр, жаңағы жүректі, еліне жанашитын азаматтар көп. Оларды да әлеуметтік желілерден басқа жерден көріп жүрміз. Әкіммен келіспей жаңағы елдің сөзін сөйлеп жатқан. Бірақ өкінішке орай олардың көпшілігінің карьерасы сосын көзден жоғалып кетеді. Жұмыстан қуылады, оны жасыратын несі бар. Одан маслихат депутаттарының сайлану кезінде тізімді түзеуден бастап әкімнің басқаруымен өтеді. Солай емес пе? Келесі шақырылымға өтпей қалады дейсіз оны. Келесі шақырылымға өтпейді. Елдің сөзін сөйлеген адам келесі шақырылымға өтпейді. Жалпы мемлекет басшысының өзі 22 жылы 16 наурызда саяси жаңғыру аясында маслихаттар жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі буынына айналуы тиіс. Сондықтан маслихаттардың өкілеттігін нақты белгілеу қажет деп атап өткен. Азаматтардың өкілді билікке деген сенімін нығайту үшін маслихаттарға баса мән берген жөн. Мықты маслихаттар өзекті мәселелердің шешімін табуға және аймақтардағы тұрмыс сапасын жақсартуға әсер ете алады. Олардың рөлін арттырып, дербестігін қамтамасыз ету үшін мәслихат төрағасы лауазымын енгізген жөн. Бірақ әлі күнге дейін бұл бір нақты іске асып жатқанын көрген жоқпыз. Ақ Жол партиясы маслихат депутаттарының құзырын, мәртебесін, ықпалын күшейту жөнінде бірнеше сауал жолдаған. Депутат Иса Қазбек Жалқасынұлына беріледі. Рахмет, құрметті Дания Мәдиқызы. Ақ Жолдың сауалы премьер Бектеновке. Қазір ел көп мәселеде депутаттарға жүгінетін болғандықтан, халық сайлаған өкілетті органның рөлін күшейту бұл заман талабы. Бұл өте өзекті мәселені мемлекет басшысы Тоқаев жолдауында азаматтардың өкілді билікке деген сенімін нығайту үшін мәслихаттарға баса мән берген жөн. Мықты мәслихаттар өзекті мәселелердің шешімін табуға және аймақтардағы тұрмыс сапасын жақсартуға әсер ете алады деп атап өткен болатын. Ақ Жол фракциясының депутаттық сауалы премьер-министр Бектеновқа. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жылғы 16 наурыздағы жолдауында саяси жаңғыру аясында маслихаттар жергілікті өзін-өзі басқарудың негізгі буынына айналуы тиіс. Сондықтан маслихаттардың өкілеттілігін нақты белгілеу қажет деп атап өткен болатын. Бірақ бүгінгі күнге дейін президенттің тапсырмасы орындаусыз қалып отырғандай, әкімнің рұқсатынсыз маслихаттар ешбір шешім қабылдай алмайтын бұрыннан қалыптасқан механизм өзгерер емес. Бірақ шындыққа келгенде, мысалы сол кездегі біздің Ақ Жол партиясының жауабына қолданыстағы заңнама нормаларын тізіп, сосын кейін маслихаттың штаты ретінде жаңа статистиканы көрсетті. Одан да өткен масқара бар. Мысалы, бізге мынандай жауап келді. Маслихат таратылған жағдайда депутат өкілеттігі тоқтатылған күннен бастап 3 ай бойы жәрдемақы төлеуді көздейтін норма ұсынылады деп. Бұл маслихат депутаттарының жалақы алмайды ғой. Маслихат депутаттар жалақы алмайды. Біз сұрап отырған премьер-министрдің жауабы бізге осындай жаңағы 3 ай бойы жәрдемақы төлеу деген қайдан алды? Енді әкімнің үстемдігі дейді. Мына жерде көп
Мысалы, заңнамаға сәйкес маслихаттың кезектен тыс сессиясы әкімнің ұсынысы бойынша ғана шақырыла алады. Депутаттың ұсынысы емес, әкімнің заң бойынша үштен екі депутаттар инициировать етуге болады. 3-2. Бірақ бұл практикада іс жүзінде осы депутаттардың өздері инициатива көтеріп осы отырыс жасайық деп жатқан, мысалы 30 жылдың ішінде бір ондай нәрсе жоқ. Міне мына жерде жазылған, соңғы 30 жылда маслихат депутатының ұсынысы бойынша кезектен тыс сессияның шақырылғанын еске түсіру мүмкін емес. Ондай жоқ. Маслихат депутаттары әкімнің қол баласына айналды деген халықтың ішінде бір сондай тұрақты түсінік бар. Енді маслихаттың депутаттарын өзіңіз айтып отырсыз ғой, Берік Сәлімжанова. Шынымен де бүгінгі күні сайлауға кандидаттарды іздестірудің де бастап жасыратын жоқ. Бүгінгі күні сол құзырлы органдар сонымен айналысады. Маслихат депутаттары қазір болғаннан кейін оның бәріне бірдей топырақ шаша беруге болмайды. Мысалға, жақында бір өңірде біздің бір депутатымыз бір өзінің әріптесін араша түсіп алып қалған бар. Былай болды. Әкімнің орынбасары сөйлеп тұрған бір шындықты айтып тұрған депутатқа сіз не айтып тұрсыз? Өзіңіз соның ішіне жүрген жоқ, отырыңыз деп айтады. Сол кезде біздің Ақжолдың депутаты тұрып айтады әкімнің орынбасарына. Сіз қалай айтып тұрсыз? Сіз ол кісінің кім екенін білесіз ба? Сіз заңнаманы білесіз ба? Отыр деп айтатын, ол сіздің қызметіңіздегі сіздің аппараттағы адамы емес қой. Көмекшіңіз емес. Иә, көмекшіңіз емес, сіздің қарамағыңыз жасайтын адам емес. Кешірім сұраңыз деп кешірім сұратады. Біздің Ақжолдың депутаты, облыстық маслихаттың депутаты, енді оның бәрін қазір ашық жетпей қойық, но сондай моменттер бар. Бәріне бірдей топырақ шашпай қойық. Негізгі бірақ та бұрыннан келе жатырған қағидатты әлде де бұрғысы келмейді. Қазір уақытта президенттің айтқаны бар ғой, ықпалды күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет деп тұр. Енді жергілікті өңірлерге түсіретін болсақ, әкім, ықпалды маслихат, оған есеп беретін әкімшілік аппарат. Сондай болу керек қой. Бірақ та сол бұрыннан қалатырған нені бұзғысы келмейді. Негізінде мен ойлаймын, қазір мына президентіміздің алған бағыты дұрыс деп ойлаймын. Неге десеңіз, біздер қазір мына көшеде шулап жүрген қоғамдық ұйымдар бар, блогерлеріміз, тағы бір олардың да жұмыстары бар. Олар өзіңіз айтып кеткендей, маслихаттар жұмыс жасамағанның кесірінен олар қолға алып, олар жұмыс жасап жатыр. Егер де осы президентіміз айтқан қағидатын жолға салып, соны қолданатын болсақ дұрыс, маслихаттың депутаттарын айтқанын тыңдап, соған дұрыс реагировать етіп, соның барып қарастыратын болсақ, мүмкін жұмысымыз кішкене түзелер. Мынау бүгінгі депутаттардың құзыретін күшейту туралы біздің аймақтардағы депутаттарымыз, сонау Шығыс Қазақстан, сонау Тарбағатайдағы біздің белсенді депутаттардың біреуі Сәкетаева Жанна деген әріптесіміз, заңгер, мына солтүстік Қазақстандағы біздің Петропавл қаласындағы депутатымыз Кенсел мырзадан біз осы мәселе туралы сұрақтар қойып едік. Сол кісілердің жауабы. Бірінші сұрақ, әкімшілік тарапынан тікелей жұмысыңызға байланысты құзыреттілігіңіз төмендеген жағдай болды ма? Иә, ондай жағдайлар болды. Енді біздің қазір қолымызда не бар? Біз депутат сауал жолдай аламыз. Акиматтың өзіне болғанда бөлім басшыларына тарапына, бөлім басшыларына жіберілген депутаттық сауалды ішіндегі қойған бірнеше мәселе болса, соған толық жауап ала алмаймыз. Немесе оны бір айдың ішінде жауап береді, оның бір сұрағына жауап берсе, үшеуі қалып қояды. Оны қайтадан жолдаймыз, сөйтіп ұзаққа кетеді. Толық жауап берілмейді. Келесі екінші сұрақты қояйын. Сіздің ойыңызша маслихаттың рөлі жергілікті халыққа түсінікті ме, әлде олар сіздің қызметтеріңізді елемей ме? Енді маслихаттың рөлі жергілікті халыққа толық түсінікті деп есептеймін. Себебі қазір өзі мына әлеуметтік желіні алайық, WhatsApp-та алсақ, біздің аудандық маслихатта 11 депутат бар, сонда халық айтады, сонда бұлар бюджетті қабылдаған кезде қол көтеріп, сессия тікелей эфирде жүреді ғой, қол көтеру үшін келеді, кетеді дейді, сонда бұлар не шешіп жатыр дейді. Себебі сессияның алдында тұрақты комиссияның отырыстары болады ғой, ол жерде біз талқыға саламыз, ол бірақ тікелей эфирде жүрмейді, халыққа түсініксіз
ана сессияда не үшін қол көтеріп жатыр бұлар, неге бұны талқыламайды деген сұрақтар туындап жатады. Көп жағдайда жергілікті халық ойлайды, егер де біз мына депутаттарға өзіміздің өтінішімізді берсек, ол біздің құзыретіміз жетсін жетпесін, өтінішімізді берсек, олар шешімін тауып береді, шешіп береді деген үмітпен жібереді. Алайда біз жаңағы айттық қой, стенге соғылатын жаз бар, бір жауапты аламыз, ары қарай не істейтініміз білмей қалатын жағдай бар. Сонда кейбір жағдайда халықтың үмітін ақтамайтындай болған сияқты көрінеміз. Как вы думаете, роль маслихатов понятна местному населению, или же люди игнорируют вашу деятельность? Вы знаете, Жанаузак, здесь вопрос состоит из двух, по сути. Дело в том, что люди нашу деятельность совсем не игнорируют. Ко мне идут десятки людей. Каждый месяц я принимаю не меньше 50 человек. Но роль маслихатов людям действительно непонятна. Люди считают, что маслихаты обладают большими полномочиями, чем на самом деле, и поэтому идут к ним с огромным количеством вопросов, разных, всех, какие только можно. Как вы относитесь к мнению, что маслихаты в основном функционируют только для поддержки решения акимата? Депутаты не могут никак влиять на повестку маслихатов. Это, к сожалению, у нас частично записано в законодательстве, частично сложилось из практики. Я сам, когда пытался внести вопросы на повестку, мне, в общем-то, под всякими предлогами отказывалось. Аймақтарда, мысалы, маслихат депутаттары осы жаңағы басқарма басшыларын солар бекіту керек деген ұсыныс жасадық. Басқарма басшыларын мына мәжілісте қазір бүгін қалыптасқан не бар ғой, министрлікке қояр кезде енді соншалықты болмаса да, бірақ дегенмен қазір әртүрлі салалық комитеттер мәжілісте сол министрдің кандидатурасын мақұлдайды. Болмаса оның өзі де мысалы толыққанды өтіп жатқан жоқ, расында. Болашақ бітіріп келген, бір жыл ана жерде, бір жыл мына төбеде қызмет істеген азаматтарды қарасаң, айналып кеп, жаңа министр болып отырады, айналып кеп, әкім болып отырады. Мына менің ойымша, мына мәжілісте депутаттарға есеппен келіп тұрған министр, қай күні көрдіңіздер ғой, министрдің орынбасары, министр екі сөздің басын құрай алмай отыр. Өз тілінде сөйлей алмай отыр. Оған қойып отырған сұрақты түсінбей отыр. Мысалы, мәжіліске келген министр, мәжіліске келген, есеппен келген жаңағы органдардың, өкілетті органның жаңағы азаматтары мәжілістен не орнынан кету керек, мәжіліске келген кезде не жоғарлау керек, еліне қызмет істеп жүрген. Сол сияқты маслихаттарда солай болу керек. Бірақ менің ойымша айналып келіп, барлығының түбі, айналып келіп, барлық жаңа біз айтып отырған кемшіліктердің түбі айналып келіп әділ сайлауға келіп тірелетін сияқты. Әділ сайлау. Еліне керек азаматтарды бірінші қиып тастаудан басталады ғой. Енді әділ сайлау ол маңызды мәселенің бірі шығар. Саяси партияның ол ең бірінші ұстанымы болу керек. Осы біріншіден халық осы партияға дауыс береді, әлде жеке тұлғаға дауыс береді. Ол және секілді өзінің участоктерге наблюдательдарын қою, солардың дауысын сақтап қалу, ол партияның маңызды программасының бірі болу керек. Енді көптеген айтып өткен тақырыбыңыз дұрыс, оның бәрімен талаймен келісуге болады. Бірақ енді маслихаттың управлениенің бастықтарын, басшыларын, соларды қою, оларды мақұлдау, ол негізі дұрыс бір шешім. Өйткені әкімнің өзі қояды, ол кісілер сол комиссия кезінде ғана келеді, онымен көп таныса да қоймайсың, абылаяғы. Бірақ енді аудандық әкімдерді, қаланың әкімін ол маслихаттың талқылауымен өтеді. Бірақ енді ол да бір көбінесе бір формалды түрде өтеді. Сол жағынан кішкентай бір маслихаттың өзіні, мына депутаттардың өзіні бір қолдарына бір шоқпар беру керек та, дұрыс инструменттер болу керек. Біз өйткені халықпен кездесудің өзі депутаттар халықпен көбірек кездесу керек. Ол үшін жергілікті әкімшілік бір
условия беру керек та. Кешірім өтінемін, бұл халықпен кездесу дегенде біздің билік партиясының кездесуі қалай өтеді? Билік партиясының кездесуі бір белгілі мемлекеттік қызметкерлер, мұғалімдер, дәрігерлер барлығын жинап қояды. Кездесетін адамдардың ойына фильтрден өтіп келеді. Бата беретін бір дежурный үлкен кісілер отырады алаңда. Сондай ғой. Солай. Жалпы солай. Сосын ол қалай кездесу болады? Сұрақ бар ма десе ешкімде сұрақ жоқ. Керісінше мақтайды отырып. Жазып берген сұрақтар болуы мүмкін. Сонымен бір қолмен біз президенттің тапсырмасын ықпалды парламент, ықпалды маслихат депутаттары дейміз. Екінші қолменен бұрынғы жартас сол жартас. Бұрынғы жартас сол жартас. Солай болып тұр. Енді не істейміз? Біріншіден бізде қазір халықта бір наразышылық тағы да бірдеңке болса, ол депутатқа бармайды. Ол көбінесе акиметқа тікелей барады. Жәнегі зам әкім тағы да управлениен бастықтарын солардың кабинетінің алдында солардың нелерінде жүреді. Өйткені сұрақты шешетін сол кісілер қазір. Ал негізі сондай адамдардың бәрі біріншіден депутатқа келу керек. Ол депутат барып, жәнегі секілді управлениен бастығын шақырып отырып, оның жазасын беріп отырып, бір нәрсені істету керек. Ол жаңағыны айтып қана қоймай шешетін құралы болу керек. Шешетін құралы болу керек. Бюджет өзгертуге мүмкіндігі болу керек. Бюджет өзгерту. Жәнегі кішкентай болсын заңнамаларын Алматы қалай енді город особого статусы дейді. Оның өзін бір заңдар болады. Соларды кішкентай реттеуге, тағы да сондай бір құралдар керек та, депутаттың қолында бір лауазым болу керек. Қазіргі таңда мына және өзіңіз айтпақшы бір үлкен бір нотариальный палатаның бір сондай бір шеті болып қалған секілді. Бірақ енді мына біртіндеп қазіргі депутаттар мына осы 8-ші шақырылым болсын мәжілісте де сөйлейтіндей болды. Бірақ енді сөйлеген ар жағынан бір енді ары қарай іспен дәлелдесе, оны айтқаны орындалса. Мына адам қашан депутатқа келеді? Оның адам бір мәселемен келді, оның мәселесі шешілсе ғана депутатқа сенеді. Ал оны айтқанымен, депутат айтқанымен, оны ешкім орындамаса, оны бір келеді, екі келеді, содан келуден де қалады содан. Негізінде депутат дейтін өзінің жұмысын кәдімгідей мына халық пен биліктің ортасындағы алтын көпір деп отыр, сол жұмысын дұрыстап атқарады ғой. Бірақ соны тыңдайтын, есеп беретін үкімет, жергілікті атқарушы биліктер болатын болса, мүмкін олардың жұмыстары азаятын еді. Қазіргі уақытта қарасаң, митингке шығады, шықпады, блогер бар, министр неге халыққа келмейді, әкім неге келмейді дейді. Егерде депутаттың айтқанын халықпен екі ортадағы жеткізген проблемаларын олар кабинетінде отырып шешетін болса, олар шығып та керек жоқ. Осы біздің қағидатын, президенттің айтқан қағидатын орындайтын болса, үкімет, бірақ оны өкінішке қарай орындамайды. Мына сауалдарымызға жауап. Ол өздерінің жауап беретін бір адамдар отыратын сияқты болып көрінеді маған. Меніңше осыны тіптен біз сауал жасап отырған жаңағы өкілетті органдар осыны оқымайды да деймін. Оқымайды да деймін. Негізі жаңа ғана мәслихаттың депутаттарының жұмысы тоқтатылған 3 айлық жалақысын қарастырударымыз деген ол мәслихаттың ішкі жұмысын білмейтін адам отыр. Ол мәжіліс көз алдына елестеп тұр да, жазып жатыр. Сондықтан көп нәрселер. Кеше тағы бір сауал жасағанбыз, біздің мәслихат жөнінде біз 2 сауал жатып, 3 сауал жатып. Соңғы сауалды мен жарияладым ғой. Сол кездегі жауап бүгін келді. Бір айдан асып, негізі бір айдың ішіне келу керек деп тұр ғой. Біздер сол кезде сұрағанда 15 күнге дейін қазіргі оның өзі жалпыламасы жауап. Технологияның дамыған уақытында 30 күнге созып аламыз, 15 күнге қысқартайық деген біздің ұсынысымыз бар ғой. Ол түгілі бүгін 30 күннен де кешігіп келді. 34 күн дегенде ме, 35 күн дегенде келді. Отырып жауабын интеллектуалды қынал дейтін еді, соғын қосады да жауабын бере беретін сияқты. Искусственный интеллект жасанды интеллектмен сонымен жауап бере беретін сияқты болып. Енді істейміз? Енді істейміз. Жүйені өзгерту керек ақырындап, біртіндеп. Қандай жүйені өзгерту? Және сол ықпалды. Ол да Селтағым жаңа айтып отырғаны, енді қазір шындыққа келеді. Осы 8-ші шақырымда кішкене депутаттардың дауысы шыға бастады. Әрбір деңгейдегі ауданды, қалалық, облыстық, мәжілістің депутат, парламент деп айтайық. Депутаттардың қазір дауысы шыға бастады. Енді үмітсіз шайтан дейді. Алға қарай мүмкін сондай тағы да өзгерістер болады деп. Президенттің мына мәслихат депутаттарының құзырын күшейту туралы тапсырмасы 2022 жылы берілген. Аттай 3 жыл өтті. Өзгеріп жатқан ештеңе жоқ, бірақ біз осыны өзгертуіміз керек. Сол кезде ешқандай қоғамдық кеңесте, басқа да ұйымдар ешқандай керек жоқ болады.
нағыз халқы өзіне керек азаматтарын депутат қылады, елдің сөзін сөйлейді. Бұл деген жаңа депутатты атқарушы билікке қарсы қою емес. Бұл атқарушы билікті, депутат та екеуі бірігіп елге қызмет ету керек. Екі дәнекер болу керек қой, Иә. Бұл депутаттан, жергілікті депутаттан, мәжіліс депутатынан шешімін таппай, елдің бәрі жаңа қолдарына жалауын ұстап, Ақорданың алдында тұрмау керек. Солай емес пе? Бәрі бір-біріне еліктейді ғой. Мына мәжіліс қатты айтса, біздің мына жақта маслихаттың үніміз шығады. Маслихат айтса, район маслихаттың үні шығады. Не құрылым, мына біздің мәжіліс мықты болғаннан, ол жергілікті және министрлардың бәрін реттеп, тағы да сондай бір облыстың әкімдерін нетіп орнына қойып деген секілді. Сондай болса, бізге де бір күш еніп, бізді ақырындап еліктеп соған тырысамыз. Бізді сөйлегіміз келеді, бізді халыққа көмектескіміз, болысқымыз келеді. Сол секілді біріншіден қазіргі болып жатқан саяси өзгерістер дұрыс, өйткені мәжілістің қазір үні жақсы шығып жатыр. Бірақ соңында енді кішкентай түзеп, реттеп, орындалу жағы, енді айтылу жағы бар ғой, енді орындалу жағын сол жүзеге асырсақ, ары қарай маслихаттар да біртіндеп осы мәжіліске тартылады. Біздің партиямыздың бағдарламасы өте мықты. Ол бағдарламаның жаңа өзімді айтып кеткендей бірталай тармақтары бүгінгі күні 22 жылғы 5 маусымда болған конституцияға өзгерістердің ішіне де кірді, оны білесіздер. Сондықтан осы өзіміздің бағытымыздан таймай, алға жұмыс жасай береміз. Құрметті ағалар. Біздің партиямыз ұсынған парламенттік республиканың жалпы нобайы былай ғой. Әділ сайлау өту керек. Жеңген партия жаңағы үкіметті құрау керек. Келген жаңа премьер-министр, келген министрлер елдің алдында өзінің саяси бағдарламасын қорғау керек. Соны іске асыру керек. Партиядағы қолынан іс келетін азаматтар билікке келу керек. Ертең осының бәрі іске аспай жатса, халық өзі-ақ дауыс бермейді. Ертең. Солай болу керек қой түбі. Осыған жетеміз, аманшылық болса. Мынау уақыттарыңызды бөліп, бүгінгі мәселені талқылауға келгендеріңізге рахмет. Мынау әрине депутат болып сайланған азаматтың барлығы бір әкімнің қол астында, әкімнің қолшоқпары болайын деп ойламайды. Мына президентіміз тапсырған ықпалды парламент дейді ғой. Сол сияқты барлығының ықпалды депутат болғысы келеді. Расымен де елдің сенімін ақтағысы келеді. Біз де соған сенгіміз келеді. Енді болашақта депутаттарымыз ықпалды, халқымыз бай болады деп сенемін. Хотя бы кішкене болса да өмірге пайдаңды тигіз. Если ты тигр, бля, қазақ латинос. Отыра кетіңдер.